Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте дәмді, ең бастысы кез келген тағаммен ұсынатын, ерекше дәмді әрі оңай дайындалатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет пекин капустасы. Капустамызды алып, ішіндегі артық жерлерін алып, тазалап аласыздар. Одан кейін дәл видеодағыдай тураймыз. Қатты жіңішке қылдырмай, осылай ұзыншалап турап аласыздар. Және де бір қайтар ортасынан бөлеміз. Барлығын осылай турап шығамыз. Өте дәмді салат болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Одан кейін дайын капустамыздың үстіне тұзымызды саламыз. Және де оның үстіне салқын суымызды құйып шығамыз. Салқын суымызды құйған соң жақсылап араластырып 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоятын боласыздар. Ендігі кезекте бізге жарты болгар бұрышын қостым, мен жартының жартысын қостым. Осылай жіңішке етіп турап аласыздар. Мен бұл жерде жарты пекин капустасын қолдандым. Сіздер көбірек жасаңыздар да болады. Осылай жіңішке етіп турап аласыздар. Одан кейін жартылай ащы бұрыштың да жартысын қолдандым. Егер де қатты аштыны жақсы көрсеңіздер, толықтай біреуін қоссаңыздар болады. Және де 5-6 бас сарымсақ қосамыз. Оны да майдалап турап аламыз. Және де бір сәбіз қостым. Сәбізіміз міндетті түрде сочный болғаны дұрыс. Оны да осылай чоркадан ұзыншалап өткізіп аламыз. Одан кейін 15-20 минуттай тұрған капустамыздың суын төгіп, оның үстіне жаңағы туралған заттарымыздың барлығын қосамыз. Болгар бұрышын, сарымсағымызды және де сәбізімізді қосамыз. Кейін оның үстінен қызыл бұрыш қосамыз. Мен бұл жерде барлығын көз мөлшерімен қостым. Қара бұрыш қосамыз. Паприка қосамыз. Және де кепкен орегано қостым. Қоспасаңыздар да болады. Тұз қосамыз. Және де бір шай қасық уксус, 70% уксусты қосамыз. Одан кейін қатты ысытылған сұйық майымызды қосып шығамыз. Міндетті түрде қатты ысытып алыңыздар. Және де соя соусын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Өте дәмді салат болып шығады. Міндетті түрде сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Не көріп тұрғандарыңыздай, бізде салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.